Баршаңызға сәлем достар, сіздермен бірге Майра Сауытбекқызы. Бүгінгі видеода өте оңай майонезсіз брокколи қосылған салат жасайтын боламыз. Өте дәмді болып шығады. Міндетті түрде видеоны соңына дейін қарап, лайк басып, комментарий жазып, арнама тіркелуді ұмытпаңыздар достар. Ең алдымен, ең бастысы бізге осындай брокколи қажет болады. Қатты жерлерін алып тастаймыз. Және де артық жерлерін осылай видеодағыдай кесіп алып тастап, брокколиді 5-6 бөлікке бөліп, қайнатып алатын боламыз. Кішкене тұз қосып қайнатып жібереміз. Неге? Осындай бөліктерге бөлсеңіздер жеткілікті. Піскеннен кейін біз қайттан турайтын боламыз. Мінекей біздің брокколи пісіп шықты. Видеода көрсетілгендей барлығын турап алатын боламыз. Өте жұмсақ болып тұр, өте керемет болып піскен. Қатты езіліп кетпеуі қажет. Мінекей осындай бөліктерге бөлсеңіздер, өте әдемі көрініп тұрады. Барлығын турап алғаннан кейін ыдысымызға салатын боламыз. Енді бізге осындай соленый огурцы, яғни тұздалған огурцы қажет болады. Банкіде жабылған. Мен өзім арнайы жабамын. Сол себепті өзімдікін қолданым. Немесе дүкендегі кішкентай біздің соленый огурцелерді қолдануға болады. Оны турамайсыздар. Неге? Осылай видеода көрсетілгендей турап шығамыз барлығын. Неке онда барлығын турап алғаннан кейін оның үстіне қосатын боламыз. Енді бізге осындай піскен ет қажет болады достар. Онда барлығын осылай бөліктерге бөліп турап алатын боламыз. Кез келген етті қолдана аласыздар, жылқының, қойдың, сиырдың еті болса да. Енді оның үстіне біз помидорымызды дәл видеода көрсетілгендей турап, оның үстіне қосатын боламыз. Енді свежий осындай помидор. Енді бізге осындай көксөктен укроп пен петрушка қоссаңыздар, өте дәмді болады. Барлығын осылай турап алғаннан кейін осы ыдысымызға қазір араластыратын боламыз. Кішкене ғана шым-шым тұз салып жібереміз. Содан кейін дәміне қарай тұз салатын боламыз әрине достар. Және де біз майды шыжғырып өстіп үстіне құятын боламыз. Мінекей ыстықтай майымызды құйып жіберіп, жақсылап араластырамыз. Мінекей біздің майонезсіз өте дәмді болған салатымыз уже дайын болды. Брокколи сондай дәмді болып шығады достар. Міндетті түрде жасап көріңіздер, өте оңай жолмен бөлістім. Және де жеген кезде өте керемет. Осылай астына салаттың листьяны тосып жіберсеңіздер, өте керемет вид береді достар. Қараңыздаршы, керемет болып тұр, иә? Барлығын осылай үйіп салатын боламыз. Неке достар, 5 минутта дайын болады. Өте оңай майонезсіз брокколи қосылған салатымыз дайын болды. Міндетті түрде жасап көруге кеңес беремін, сондай дәмді болып шыққан. Міндетті түрде жасап көріңіздер, және де видеомен бөлісіңіздер. Осы видео ұнаған болса лайк бас, комментарий жазып, арнама тіркелуді ұмытпаңыздар достар. Және де достар, мен ардамда көптеген басқа да рецептер бар. Міндетті түрде көре кетіңіздер. Сіздермен болған Майра Сауытбекқызы. Қош, сау болыңыздар достар.